Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге крипто базар және де бүгінгі видео тағы да ноткоин жайлы. Себебі ноткоин кеше листингқа шықты. Менің рефкамен қателеспесем 280 адам тіркелген еді. Олар орташа есеппен алғанда 5 миллион мен 10 миллион ноткоин жинаған. Енді қараңыздар өздеріңіз, олардың барлығын есептегенде менің өзімнің рефкаларымның өзі 4-5 миллион ақша тапты осы ноткоиннан, проекттен. Енді қазір мен сіздерге сол ноткоинді, сіз тапқан ноткоинді қалай доллар тонға айырбастап, тонда қалай картаңызға шығарып алуға болатынын көрсететін боламын. Сол себепті видео міндетті түрде бастан соңына дейін көріңіздер. Енді қараңыздар, кеше ноткоин листингқа шықты. Қазіргі ценасы 0,069 цент, пикында 0,037 цент болды. Енді қарасаңыздар, 0,037 цент, менде 6500 ноткоин бар еді. Чисто рефкадан жиналған, мен өзім жинамағам. Көргендеріңізде $240 болған менде пикіндағы ценамен есептегенде. Қазіргі ценамен есептегеннің өзінде менде қателеспесем өте жақсы сума. 6500. $44. 20 мың теңге. 20 мың теңге. Ешқандай мен өзім жаңа айтқандай өзім кнопкалар баспадым, ноткоинға мысалы активность көрсетпедім. Тек реф шақырғаннан түскен. Ал активность көрсеткен балдар 30-40 миллионға дейін монета жинаған. Енді қараймыз. Қазір енді қалай шығарамыз? Менде қазір балдар өте көп, типа өздері шығара алмай атқан, қалай жасауға болады? Мысалы, кеше маған осы бала жазды, одан кейін тағы да 2 бала жазды маған. Мен осы балаға ғана өзім шығарып бердім. Бірақ комиссия алдым мен. Мен по-любому комиссия аламын, себебі менде уақытым кетеді. Өздеріңіз шығарған дұрыс сіздерге, сол выгодно. Мысалы қараңыздар. Маған осы бала жазды, көргендеріңіз шотында 42 мың теңге тұр, пикында 50 мың, қателеспесем 60 мыңға дейін барды бұл баланың шотында. Енді маған комиссия керек екен, 0,3 тонн деді, мен ок дедім, короче. Одан кейін мен ол балаға комиссиясын жібердім 0,6 тонн. Потому что ол 0,6 тонн, не үшін мен 0,6 тонн жібердім ол балаға? Себебі ноткоин мен тонға обмен еткенде бір комиссия ұстайды, и балансындағы тонды маған лақтырғанда тағы бір комиссия ұстайды. Сол себептен 0,6 жібердім мен. Қазір ол маған айырбастады, көргендеріңізде 13 тоннды маған жіберді ол бала. Мына мен 30 мың жібердім ол балаға. Негізінде ол 30 емес, 35 мың болды, қателеспесем. Қазір есептей саламыз. 13 тонн көбейтеміз 6-да 20-ға. Ну, $80. $80 көбейтеміз 443-ке. Я 35 мың теңге болған. Ну, 5 мың теңге комиссия ұстадым, өздеріңіз көргендей мен жібердім. Ол маған жіберді, 1 тонн кетті, келді, алдым, ақшасын соңында салып жібердім, короче. Енді қараңыздар, өздеріңіз шығарғыларыңыз келсе қалай шығарасыздар? Кошелекқа кіресіздер. Әрине сіздер тонн кошелекқа шығарсаңыздар ноткоиндарыңызды, если биржаға шығарсаңыздар, сіздерде USDT-ға сатасыздар, USDT-ні P2P-мен шығарасыздар. Ал сіздер тонн кошелекқа шығаратын болсаңыздар, қалай шығарасыздар? Менде қазір басамыз тонн спейста, менде дәл қазір ноткоинда 19 мың теңге жатыр. Ноткоин үстін басамыз, обменять басамыз и оны тонға обменять етеміз. Жоқ, қазір қараңыздар, обменять басамыз. Сосын бізде ноткоин тұр ғой, макс басасыздар. Содан кейін выберите токен деп тұр ғой. И осы жерге біз не қоямыз, короче, тон қоямыз. Міне тон қойдым мен, W тон емес. Но обычный тон қойсақ болады. Что-то вообще басмай тұр. Міне обычный тон қоямын мен. Сіздер USDT-ға шығарсаңыздар да болады, бірақ USDT-ға шығарудың қажеті жоқ. Себебі неге? USDT-ға шығарғаннан кейін қайттан оны биржаға шығару керек. Биржадан кейін қайттан, короче, P2P-мен шығару керек. Лучше тонның ішінде жасай салған дұрыс. Одан кейін көргендеріңізде проверить сделку деген басасыздар. Менде 0,35 тонн жоқ тонн кошелекта. Менде в основном тонн киперді ұстаймын тонн кошелекта. Только дроптардан түскен ақшалар жатады. Былай шыққан кезде былайынан мен основной сумма тек қана тонн киперді ұстаймын. Короче, осылай басасыздар. Сіздердің ноткоиндарыңыз тонға ауысады. Одан кейін тонға ауысқаннан кейін сіздер не істейсіздер? Сіздер ол тоныңызды өзіңіздің валетке шығарасыз. Мысалы, басасыз, отправить басасыздар и свой кошелекті басасыздар. Бізде тон спейс деген валеттің ішіндегі кошелек, мені валет now. Валеттің ішінде тон спейс. Короче, сіздер валетке шығарасыздар. Валетті сізде осы жерде тұрады тон коиндарыңыз. Бұл жердегі тон коинді сіз аласыздар, P2P маркетке басасыз. И продать деген басасыздар. Көргендеріңізде бұл жерде ценалар тұрады. Бұл жерде де кішкене минусқа сатасыз. Кішкене сізді, себебі P2P-шниктердің ортасында комиссиясы болады алатын. Мені көргендеріңізде біз осы жерден сата аламыз тонымызды. Оплата бізде крипта деп тұр, осы жерге тон қоямыз.
міне қараңыздар, бір том бұл жерде 2890 теңге. Ну, я плюс-минус сондай болады. И сделка көргендеріңіз 99% осы бала сделка жасаған. Яғни 99% нормально. Бірақ лимиттары бар. Көргендеріңіз 100 мың мен 2 миллион 100 мың. Бізге лимит аз керек. Мысалы 100 мың емес, бізге қанша сізде бар? Міне 20 мың деп тұр. Вот 20 мың болады бізге. Одан кейін одан бөлек 1000 теңге деп тұр. Міне 1000 теңге. Бірақ Халық банк пен Каспий банк. Вот нормально. Продать деген басасыз. И осы балаға продать все деген басасыз. И жібересіздер. Менде көргендеріңізде тон жоқ. Далее деген басасыз. И күтесіздер, сіздердің Каспийларыңызға ақша түскеннен кейін сіздер сделканы аяқтайсыздар. Болды, ешқандай қиындығы жоқ. Былайша айтқанда Binance'тағы, Bybit'тегі пүйтіпмен дым айырмашылығы жоқ. Бірақ бір минусы бар бұл жерде. Бір сделка мысалы 3-4 сағатқа дейін күтуге тура келетін кездер болады. Мысалы сізге ол тон, сіздің Каспиіңізге біраз уақыт ақша жібермейді. Мысалы менде болған бір сделка, 2-3 сағатқа дейін күткем. Обедте жіберіп, кешке маған ақша жіберді. И сіздер болды, сделканы аяқтаймын деп басасыздар. Сіздің кошелегіңізде тон автоматты түрде сол балаға кетеді, ал ол бала сізге жаңағы Каспиіңізге ақша салып жібереді. Барлығы осы ғана сіздер білу керек нәрсе. Ал енді қараңыздар, болашақта қандай проекттерден бұдан да жақсы дроптар күтуге болады. Мен Hot Wallet'тен күтем, NEAR протоколдағы Hot Wallet. Әрине ол жерде міндетті түрде жақсы дроп болады деп ойлаймын. Одан кейін Bloom'де де тоже жақсы дроп болуы мүмкін. Одан кейін Hamstar Combat деген проект тоже мен жақсы орындап жүрмін. Одан кейін Cat Izen. Сол 4 проектте жақсы дроптар болуы мүмкін. Ол 4 проект жайлы менде видеолар бар. Астындағы видеолар көрсеңіздер болады. Сол жерде де активность жасай беріңіздер. Себебі сол жерде де жақсы дроптар болады. Но бір адам хотя 15 мың, 20 мыңнан табуы мүмкін. Көргендеріңізде өздеріңіз ойлап қарасаңыздар, өте үлкен сума. Мен өзімнің рефкамның өзінен балдар 4-5 миллионға дейін тапқан.